Сәлем, сізді каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін дәл осындай керемет, өте дәмді котлеттердің рецептімен бөлісемін, бірақ құрамында ешқандай да фарш жоқ. Ал ендеше неден жасалғанын көрейік. Бізге бұны дайындау үшін осындай өте үлкен көлемдегі 2 кабачки керек. Егер ол жас кішкентай кабачки болса, сыртын ашмасаңыз болады, мен бірақ сырттарын тазалап қойдым. Енді осыны осындай терканың үлкенірек көзінен өткізіп, дайындап аламыз. Енді теркадан өткізгеннен кейін міндетті түрде барлық суын осылай жақсылап сығып аламыз. Құп-құрғақ етіп, аз-аздан алып жақсылап сығыңыз. Көп алсаңыз ортасынан суы кетпей қалуы мүмкін. Осылай барлық кабачкидің жақсылап тегіс бір тамшы да қалдырмай суын сығып, құп-құрғақ етіп дайындап аламыз. Міне осындай көп мөлшерде су қалады, оны төгіп тастаймыз және осы ыдысқа үлкен көлемдегі 3 картошка немесе кішкентай болса 4 картошканың терканың кішірек көзінен өткізіп дайындап аламыз. Жақсылап барлық картошкамызды теркадан өткіземіз. Енді осы картошканың да жақсылап, жаңа кабачки секілді суын осылай сығып, жақсылап құп-құрғақ етіп аламыз. Картошканың да міне осындай суы қалды, төгіп тастаймыз. Енді осы ыдысқа орташа көлемдегі бір сәбізді жаңағыдай кішкентай көзінен өткізіп, бұны да осылай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Бірақ сәбіздің ешқандай да суын сығудың қажеті жоқ. Сәбіздің өзі осындай құрғақ болады. Оны картошка мен кабачкиге қосамыз. Енді осындай шамалы укроп немесе петрушка қоссаңыз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша ұсақтап, турап біздің жаңағы көкөністерімізге қосамыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқамызды дайындап аламыз. Менде шағын көлемдегі жұмыртқа болғандықтан 3 қостым. Егер үлкенірек көлемдегі С1, С0 көлемдегі жұмыртқа болса 2 қоссаңыз жетеді. Және де осындай 3 сарымсақты, яғни чеснокты теркадан өткізіп аламыз, немесе құрғақ түрін қоссаңыз да болады. Енді осыған дәміне қарай тұзын, бұл жерде мен 1 шай қасықтай шамамен тұз қостым, және де қара бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осыны біздің көкөністердің үстіне құямыз, шамалы ғана кішкене біріктіріп араластырып аламыз, одан кейін барып құрғақ ингредиенттерін қосамыз. Енді осы массамыздың үстіне ас қасықпен 3,5 ас қасық манная крупа қосамыз. Және де шамалы араластырып аламыз. Біздің манная крупа кішкене ісінеді, жақсылап, сол үшін шамалы араластырып аламыз. Одан кейін барып осының үстіне тағы да 2 ас қасық толықтырып ұн қосамыз. Содан кейін барлығын жақсылап араластырып, бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Өйткені біздің манная крупа жаңағы ісініп, үрленіп, біздің массамыз одан сайын котлет жасауға ыңғайлы болып тұрады. Барлық артық суын өзіне сіңіріп алады. Міне біздің массамыз дайын болды. Артық суын барлығын ұн мен манная крупа өзіне сіңірді. Котлет жасауға өте ыңғайлы болып тұр. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша, өзіңіз қалаған көлемде котлеттеріміздің формасын келтіреміз. Мен осындай үлкенірек және де қалың котлет жасаймын. Сіз қалауыңыз бойынша кішіректеу, жіңішке жасасаңыз да болады. Осы массадан шамамен менде 13 котлеттей шықты. Котлеттің көлемін алақанымнан көріп тұрсыздар. Сіз өзіңіздің формаңызбен жасасаңыз болады. Енді сковородкаға жақсылап май құямыз. Майды кәдімгідей жақсылап түбіне құямыз. Біздің котлеттердің барлығына май тиіп тұратындай. Содан кейін екі жағынан жақсылап қызарғанша қуырып аламыз.
Осы кезде айта кететінім, егер сіздің котлеттеріңіз көлемдері кішірек және де жіңішке болатын болса, осылай жақсылап қуырғаннан кейін уже бірден котлеттеріңізді жей берсеңіз болады. Ал егер де осындай менікіндей қалыңдау, жуандау болса, жақсылап ортасының барлығы толығымен пісу үшін бір 10-15 минутқа духовкаға салып алған жақсы болады. Және де екінші партия котлет салатын кезде майыңыз азайып қалса, тағы да толықтырып қойыңыз. Міне котлеттердің дәл осы күйінде жесеңіз болады, егер сіздің котлеттеріңіз жіңішке болса. Бірақ менікі жуандау болғандықтан, ортасы толығымен жақсы болып пісу үшін бір 15 минутқа духовкаға салып аламын. 150-160 градуста 15 минут ұстасаңыз жеткілікті. Оған дейін біз соус дайындайық. Бұл жерде қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Қаймақ немесе майонезді алып, оған осындай укроп қосып, және де құрғақ чеснок немесе балғын чеснокты теркадан өткізіп қоссаңыз болады. Өте дәмді соус шығады. Соусымызды дайындап қоямыз. Осы уақытта біздің котлеттеріміз де духовканың ішінде толығымен пісіп, әдемі болып шығады. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша дастарханға ұсынсаңыз болады. Қасына гарнир жасауға да болады, гарнир жасамай дәл осы қалпында котлеттерін өзін жесеңіз де дәмді болады. Ыстық күйінен гөрі шамалы суытып барып жегенде дәмі деген керемет болады. Жасап көріңіздер, өте жеңіл, өте дәмді, сондай сочные котлеты шығады. Жасап көріңіздер, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерде өте көп видео рецепттермен қуантатын боламын. Назарларыңызға рахмет.